Баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздерге өте дәмді әрі тез дайындалатын балықты духовкада пісіру тәсілін көрсететін боламын. Ең алдымен біз осы көкөністерді, картопты, қызанақ, сәбіз, осылардың барлығын ұсақтап турап алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап тураңыздар. Сол кезде пісуге бізге оңай болады. Ал балықты біз бөлек ыдысқа ыңғайлы етіп кесіп аламыздар, барлығын салып шығамыз. Үстіне теркадан өткізіп чеснок қоссаңыздар болады, немесе қолыңызбен кессеңіздер болады. Және де бұрышын саламыз, тұзын саламыз, және өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Тұзды енді көз мөлшерімен, бұрышты да көз мөлшерімен мен салдым. Және де бұл балыққа біз міндетті түрде сұйық май қосуымыз керек. Сұйық майды қосып, барлық жеріне жететіндей етіп, қолымызбен араластырып шығамыз. Және де осыны шамалы уақытқа қойып, қасына қоятын көкөністерді жасауға кірісеміз. Жаңағы туралған сәбізімізді, қызанақты, жуаны бөлек ыдысқа салып аламыз. Үстіне жуа, және де өз қалауларыңыз бойынша қызылшаны да қоссаңыздар болады. Және тыква қостым. Осы екеуін қосып, барлығын араластырдым. Үстіне дәм беру үшін лимонды да ұсақтап турап қостым. Тұз салып, бұрыш салып, бұған да өзіңіз қалайтын, өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосуыңызға болады. Бұның барлығын жақсылап қолмен араластырып шығамыз. Мен өзім для рыбы деген приправаны қостым. Және де укроп деген приправаны қосқан болатынмын. Осылардың барлығын араластырдым. Сіздер өз қалауларыңызбен, өздеріңізге ұнаған приправаны қоссаңыздар, паприка қоссаңыздар да болады. Енді біз ыдысымызды майлап аламыз. Жақсылап майлап, барлық жеріне жететіндей етіп майлап алғаннан кейін балығымызды осының ішіне салатын боламыз. Балығымызды салғаннан кейін қасына, айналасына жаңағы өзіміздің көкөністеріміздің барлығын салып шығамыз. Және де 200 градуста 1 сағатқа пешке пісіріп аламыз. Әрқайсыңыздың пештеріңіз әртүрлі, сол себептен өздеріңіз қарайсыздар. 180 градусқа да пісірсеңіздер болады. 1 сағат көлемінде бізде осындай балығын барлығы көріп тұрғандарыңыздай жақсы піскені көрініп тұр. Сол үшін де сіздерге жазуға кеңес беремін. Сіздермен болған Мадина. Лайк басып, ұнаса комментарий қалдырып кетіңіздер, және де подписаться бөлімін басып өтіңіздер.